Баршаларыңызға сәлем, менің сүйікті көрермендерім. Сіздер қазақтың ырым тыйымдарын білесіз бе? Егер білмесеңіз, мен сізге осы қазақтың барлық ырымы туралы тізбегін айтып өтетін боламын. Қазақ халқы байырғы заманнан бастап әдет ғұрып, наным, сенім, ырым тыйымын сақтап келеді. Ырым тыйымдар тізбегі халықтың өмірінде, салт дәстүрінде, тұрмыс тіршілігінде кеңінен көрініс алған. Ырым мен тыйым адамды жат әдеттерден тыюға бағыттайды. Соның ішінде сәбилерге, балаларға арналған тыйымдарды сіз білесіз бе? Білмесеңіз айтып өтейін. Қазақ халқында балаларға арналған ырым тыйымдар көне заманнан бастап қалыптасқан. Оқырман назарына солардың негізгілерінің ұсынуды мен өзіме жөн көрдім. Нәрестенің бетіне ай сәулесін түсірмейді. Ай сәулесі бетіне түссе, ол ауруға шалдығады делінген. Жаңа туған баланың кіндігі қатқанша күн батқаннан кейін үйден күл шығармайды деген бар. Егер күл шығарылса, нәрестенің денсаулығына нашарлайды деген сөз бар. Бала қырқыңнан шыққанша түнде алып жүрмейді. Нәрестенің бетіне ай сәулесі түсуі мүмкін деген бар. Бейуақытта баланың киімін далаға жайылмайды деген ырым бар. Баланы ожаумен ұрса, ырыс несібесі кетеді деген. Баланы сыпырғышпен ұрмайды. Сыпырғы тиген бала жаманшылыққа ұшырайды делінген. Балаға үлкен адамның алдын кесіп өтуге, үлкендердің сөзіне араласуға болмайды. Бұл әдепсіздікке бағытталған. Қыздардың ұлдарды тебуіне болмайды. Бұл келеңсіздік болып табылады. Дүниеге келген нәрестенің кіндігін ақ балтамен кесіп, таза жіппен байлайды да, түбіне күл себеді. Ақ балтаны өзге нәрсеге пайдаланбай сақтап қояды. Ер баланың кіндігін үй күшік болмасын деп қырдан асыр лақтырылады. Ал қыз баланың кіндігін үйден құтты болсын деген ырыммен ошақ түбіне көмеді. Жаңа туған сәбиді емізбестен бұрын таза суға малынған қасқырдың жынымен ауыздандырады. Ерте кезде қасқыр киелі саналған. Сондықтан да бұл ырым бала қасқырдай қайратты да қажырлы болсын деген ниетпен туындаған болатын. Нәрестенің ұйқысы тыныш болу үшін және жын шайтаннан қуып мақсатымен адыраспанды отқа жағып түтетіп, баланың өлер алдынан бұрын бесігін аластап отыратын. Бала бөленген бесіктің үстіне 7 нәрсе шапан, кебенек, тон жабу керек, және де жүген, қамышы және бесік көрпе салынады. Кебенек пен қамшы ел қорғайтын ер болсын дегенді білдіреді. Ол баланы 40 күнге жеткізбей 37-39 күнде, ал қыз баланы 40 күнне асырып 42-44 күнде қырқынан шығарады. Бұл ол баланы қалыңдығына төлейтін қалың малы аз болсын дегенді білдіреді. Сәби шалқасынан жатып алаңсыз ұйықтаса, елге белгілі азамат болып өседі. Бүк түсіп жатса, уайымшыл немесе жігерсіз болып шығады. Ал етпетінен жатып ұйықтаса, ойшыл болады. Егер аяқ қолын еркін созып ұйықтаса, болашақ батыр, кемеңгер болады деп ырымдалған. Қыз балаға шашы ұзын болсын деп желке жегізетін болған. Баланың желкесін шұқыр болса, немесе желкесінен сүйсе, қырсық болып өседі деп ырымдаған. Баланың орайы 2 болса, 2 рет үйленеді, немесе қыздың орайы 2 болса, 2 рет тұрмысқа шығады деген ырым бар. Шөбересінің алақанынан су ішкен қарт жұмаққа барады деген ырым бар. Балаға шешен болсын деп таңдай жегізеді. Батырдың ақынның палауының сарқытынан жегізсе, немесе олар сәбидің аузына түкірсе, оларды жақсы қасиетімен өнері балаға қонады делінген жоралғы бар. Балаға қарғыс өтпеу үшін 3 кемпірдің бұтының арасынан өткізіп алады. Сәбиге көз тимес үшін бетіне немесе маңдайына күйе жағып, үсті ескі киім кигізеді делінген.
Бойына бала бітпей жүрген әйел баланың ит көйлегін ырым етіп алып қалады. Баланың қарнын шашын адам аяғы баспайтын жерге көміп тастайды. Олай етпесе, бала бақытсыздыққа ұшырайды делінген ырым бар. Сәбидің тез жүріп кетуі үшін тұсау кесіледі. Нәрестені тіл көзден сақтау үшін оның бесігіне, киіміне тұмар ретінде жыланбас, үкі, тоғыз, моншақ немесе күміс таңдай тиындарды іліп қояды. Сәбиге біреудің көзі тиді деп секем алған жағдайда сол адамның үйіне бір нәрсесін әкеліп түтететін болған. Баланы асырап алғанда ер балаға асықтық жілік, қыз балаға тоқпан жілік ұстатып, көпшілікті бұған куә етеді. Үйге кіріп келе жатқан бала есік алдына құлап қалса, үйге ырыс береке келеді делінген, қуаныш болады. Сәби тоңқайып екі аяғының астынан қараса, күткен жолаушы немесе қонақ келеді деген ырымдалынады. Бала тұрмай шетіне берген жағдайда оны басқа адам өтірік сатып алатын болған. Әйелдің екі қабат кезінде жерігі қанбаса, баланың аузынан су ағып жүреді делінген наным бар. Әйел не еркек жұмыс істеп жатқан үйге келгенде қолғабыс жасамаса, баланың белі бүкір болады делінген қауіп бар. Бала алғаш рет жолға шыққанда тоқым қағыр ырымы орындалады. Сәби анасынан ұстап отырып емсе сарам, ал еркін отырып емсе мырза немесе жомарт болады деген ұғым бар. Сәби көзін ашып ұйықтаса жары сұлу болады деген ырым бар. Есіктің тұтқасын жуған сумен көз тиген баланың бетін, екі алақанын және екі табанын жуса тәуір болып кетеді деген наным бар. Бала тілін шығарса, тіл келеді, яғни хабар келеді деп жориды. Бөбек алақанын шапалақтаса, қуанышты хабар келеді деген жориды. Перзентсіз ерлі зайыптылар мойындарына көгеннің бұршағын салып бала тілейді. Бала қаспақ жесе үйлену тойында жаңбыр жауады деген жорамал бар. Баланың мойнын тез және түзу беку үшін оның шілдеханасында қойдың мойын омыртқасын тасымен асып, тесігінен шыбық өткізіп кептіріп қойылады деген бар. Шала туған баланы тұмаққа салып, неше күн кем болса, сонша күн кереге басына іліп қояды. Қалы мен үлкейіп кетпесін деп, ондай сәбиге есімдер қойылады. Яғни Қалдыбай, Қалдыгүл, Меңдігүл, Анарбай, Анаргүл деген ат қойылатын болған. Сәби үйге ассалаумалейкум деп кірсе, ол үйге кешікпей қонақ келеді делінген. Бала қолындағы заттарын шашу деп шашса, ол үйде той болады делген жорамалдар бар. Ал достар, егер менің осы видеом сізге ұнаған болса, өзіңізге керегін түртіп алсаңыз болады. Және де алда уақытта басқа видеоларымды жіберіп алмас үшін подписка жасап, колокольчикті басып қойыңыз. Алдағы уақытта басқа видеоларымды жіберіп алмас үшін.